Word документпен жұмыс жасайтын офистік қызметкерлердің көбісінде тексттен бөлек кестемен де жұмыстар өте көп болады. Кестені қою үшін ставка батырмасын басасыздар. Сіздерде көбінесе главныйда тұрады. Ставка батырмасын басасыздар, таблицаны басасыздар, өздеріңізге есептеп аласыздар. Қанша баған, қанша жол қажет екенін есептеп аласыздар. Сіздер осылай таңдап алсаңыздар болады. Сол кезде сіздерге жақтан 9-да 8, немесе 10-да 8 деген сияқты белгіленіп тұрады. Егер сізге жолдар саны жеткіліксіз болатын болса, ставканы басамыз, таблицаны басамыз, бізге 8 емес, 8-ден көп, мысалға 10 жол таблица жасау керек болсын. Ставканы басамыз, таблицаны басамыз, ставить таблицу деген мына жерде батырма бар, осыны басамыз. Сол кезде сіздерде ставить таблицу деп мына жерде қанша баған қою керек, бірнеше баған тұрады, мысалға 4 баған делік. Строка, яғни жол, қанша жол керек, жолдың саны, мысалға 10 делік. Белгілеп аламыз. Окейді басамыз. Сіздерде осындай кесте шығады. Мышка алып алайын, 1 минут. Мышканы аламыздар, мына жерге жақындатсаңыздар, сіздерде осындай екі жақты стрелкалар шығады. Бұл бізде неге арналған? Кестені былай ашуға, жабуға арналған екі жақты стрелкалар. Екі ортасына алып қарайтын болсаңыз, тоже екі жақты стрелка шығады. Осылай қимылдатсаңыздар болады. Размерлерін реттеп осылай өзіңіз жасап алсаңыздар болады. Мына жерде бізде всегда осындай 4 жақты стрелка тұрады. Осы жерге барсаңыздар 4 жақты стрелка тұрады. Ол стрелканы басатын болсаңыздар, барлық кестені толықтай белгілеп болады. Одан бөлек линейканы, мына жерде линейканы көріп тұрсыздар, жоғарыда линейканың белгісі тұр, мына жерде ең жоғарыда. Ол қалай қойылады, қараңыздар. Вид дегенді басатын болсаңыздар, мына жақта линейкаға птичка қойылып тұр. Яғни біз текстің қай жерде тұратынын, кестенің қай жерде тұратынын барлығын осы жерден көре аламыз. Линейканы бассаңыздар, ақ болып тұрған жерлер біз өзіміздің мәтінімізді енгізе аламыз деген жерлер. Қараңыздар. Бұл жерде де екі жақты стрелка шығады. Бұлай жұмыстаңыздар болады. Ол кезде кейінгі жағы да мына жағы да бірге кішірейіп немесе үлкейіп кетеді. Сол себепті егер сізге кестенің ұзындығын өзгертпей, тек қана ішіндегілерін ғана өзгерту керек болатын болса, онда сізге ішіндегі кестеге екі жақты кестені қимылдату керек болады осылай. Сол кезде кестенің негізгі өлшемі өзгермей, жаңағыдай ішкі өлшемдері өзгереді. Үнемі бізде списокта бұл жерде нумерацияны енгіземіз. Нумерацияны енгізу үшін егер орыс тілінде тұратын болса, shift пен 3-ті бірге басамыз. Сол кезде сіздерде нумерация шығады. Осылай нумерация шығатын болады. Астына қарай 1, 2 деп енгізіп кетеміз. Одан бөлек текстпен жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздерде кестемен жұмыс жасайтын настройка шықпайды. Сол үшін кестеге бір рет қана бассаңыздар, жоғары жақта работа с таблицами деп конструктор макет деген екі бізде настройка шығады. Нумерацияны енгізіп алғаннан кейін список толтыру керек болсын. Мысалға, фамилия, имя, отчество, яғни аты жөні, туылған жылы, телефон номері дейік. Енді әрі қарай өздеріңіз данныйларды енгізіп список жасай берсеңіздер болады. Кестемен жұмыс жасаған кезде осындай настройкалар болады. Жоғары жағында енін үлкейту, кішірейту деген сияқты мына жерде белгілеп алып, кішірейтсеңіздер болады, немесе үлкейтсеңіздер болады. Осылай өздеріңізге реттеп алсаңыздар болады. Одан бөлек мына жақта ортадан жазу деген бар. Мысалға, мына стрелка, қара стрелка шыққан кезде басып тұрып жібермей, былай қарай жылжытсаңыздар болады. Ортадан жазу керек болатын болса, мына жақтан таңдаймыз, өзімізге қажетті жазу үлгісін таңдаймыз. Выравнять по центру деп тұр, ортаға қарай реттеу. Мынау жоғары жаққа қарай реттеу, ортаға және жоғары жаққа. Мынау сол жақтан бастап
жоғары жаққа реттеу. Жалпы осылай өздеріңіз қажетті ұяшықты таңдап алып, немесе бір ұяшыққа ғана жасауға да болады оны. Осылай, 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 немесе осылай деген сияқты. Және де егер сіздерге тағы да жолақ керек болатын болса, мына жақта вставить сверху жоғары жақтан қою деген бар. Немесе астынан жол қойсаңыздар болады. Жанынан жол қойсаңыздар болады. Міне белгіленіп тұрған 4 болды, 4 жолды бізге енгізіп берді. Артқа қайту үшін Ctrl-ды басып тұрамыз да Z-ті басамыз, сол кезде артқа қайтады. Қай тілде тұрса да бассаңыздар болады. Егер сіз бір ұяшықта тұрған болсаңыз, бір ұяшықты белгілеп тұрған болсаңыз, ставить слева десеңіз, сізге бір ғана ұяшық қосылады. Мына жақта назадты басып артқа қайтуға болады. Кестені бөлуге болады. Мысалға, бір беттен екінші бетке ауысқан кезде қандай да бір ақпараттар дұрыс енгізілмей жатқан жағдайда осылай арасын бөліп тастап, ортаға текст жаза берсеңіздер болады. Таблицамен жұмыс жасап атқан настройкамыз, менюміз жойылып кетті. Сол себепті бір рет кестеге басамыз, таблицамен жұмыс ашылады. Мысалға, мына ұяшықты бірнеше бөліктерге бөлу керек болатын болса, ішіндегі жаққа белгілеп разделить ячейки дегенді басатын болсаңыздар, бағандардың саны 2 деймізді, жолдың саны 1 дейміз. Сонда жол сол күйі қалады да бағандарға бөлінеді. Міне 2 бағанға бөлінді. Бұны біріктіру үшін енді белгілеп аламыз. Объединить ячейки дегенді бассақ, барлығы бірігіп, осындай бір ұяшыққа айналады. Жоғары жақта әрбір жолдың биіктігі бар. Біреуін белгілеп алып, биіктігін өздеріңіз қойсаңыздар болады. Немесе барлығын белгілеп алып, биіктігін осылай көбейтсеңіздер болады. Міне 1 сантиметрге дейін мысалы қараңыздар, үлкейіп жатыр. Немесе біреуін ғана алып, сразу 2 сантиметрге, 1,5 сантиметрге осылай қойып алсаңыздар болады. Және де сол сияқты ені бар. Мынау ені, әр ұяшықтың ені кішірейді, иә. 5 деп көрейік, жазып. 5-ке дейін үлкейіп кетті. Осылай өздеріңізге қажетті форматты жасап аласыздар. Тағы да сурет қоюға болады. Мысалға, ставканы басамыз, рисунки дегенді басамыз, өзіңізге керекті суретті кез келген сол компьютердің ішіндегі бір жерге сақтап алыңыз. Мұнда бізде сурет жоқ болып тұр. Рабочий столды көрейік. Рабочий столды көрейік. Мына жерде бір сурет бар екен. Таңдап, ставить дегенді басамыз, сол кезде сіздерге сурет қойылады осылай. Енді бұл суреттің жанына жазсаңыздар, міне мен жай ғана осылай теріп жатырмын. Онда осылай кетеді, иә. Ал сізге айталық, мына жерден бастап жазу керек болатын болса, бұны сіз көрінбейтін кестеге салып жазсаңыз болады. Кез келген адам жұмысқа тұратын кезде өзінің суретін қойып, жанына сразу өз туралы ақпаратты жазуды білмей жатады. Ондай кезде көрінбейтін кесте қоямыз. Қалай? Тексті өшіріп тастайық, иә. Суреттің алдына бір рет басамыз да, суретті 1-2 жолға төмен түсіреміз. Ставканы басамыз, таблицаны басамыз, бір жол 2 бағанды етіп қоямыз. Суретімізді ұстап тұрамыз да, жібермей, мына ұяшықтың ішіне апарамыз. Сол кезде сіздердің кестелеріңіз автоматты түрде үлкейеді. Мына жерге өзіміз туралы ақпаратты енгізсек болады. Енді кестені қалай алып тастаймыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Кестені белгілеп аламыз, ол үшін көрінбейтін ету үшін бізде мына жерде работа с таблицамидің ішінде конструкторды бассаңыздар, границы деген тұрады. Осы жерден нет границы дегенді таңдайсыздар. Сол кезде кестелеріңіз көрінбей қалады. Екінші бағандағы жерге текст жаза берсеңіздер болады.
өзіңіздің өмірбаяныңызға қатысты кез келген ақпаратты енгізіп, әрі қарай суреттен кейінгі астына, мысалға бір рет астына бассаңыз, уже әрі қарай өзіңіздің данныйыңызды толтыра бересіз. Келесі кезекте бетті нөмірлеу керек болсын. Айталық, сізде бірнеше суреттер бар. Мен қалай суреттерді астына қарай түсірдім? Қараңыздар. Суреттің сыртына басасыздар. Клавиатурада мынандай стрелкалар бар. Осы стрелкаларды басу арқылы төмен, жоғары деген сияқты өзіңізге керек жерді тауып аласыз. Мысалға, бізде екі суреттің арасы осындай бірігіп тұрды. Оны мен стрелканы басу арқылы курсорды апарып алдым екі суреттің ортасына. Enter'ді бастым, және де арасы осылай ашылды. Біздің бетіміздің саны 2 болсын. Толықтай екі бетті көру үшін мына жерде тұр, масштаб бар. Осы масштабты кішірейтіп, үлкейту арқылы жасауға болады. Не болмаса, екінші жолы клавиатурадан Ctrl деген кнопка бар, екі шетінде де бар. Қараңыздар, мына жерде Ctrl бар, және мына жерде Ctrl бар. Осы екі кнопканы басып тұрып, мышканың ортасын былайынан кішірейтіп көрсеңіздер болады, немесе жақындатып. Осылай. Ол үшін міндетті түрде Ctrl батырмасын, Ctrl батырмасын басып тұрып істейміз. Жай ғана былай көтеретін болсақ, ол жай ғана көтеріліп төмен түседі. Ал Ctrl-ды басып тұрып істесеңіздер, ол кішірейеді және үлкейеді, яғни сәйкесінше масштабы өзгереді. Енді бізге осы екі бетке страница қою керек болсын. Ол үшін вставка батырмасын басамыз. Осы жерде номер страницы деген жерде тұр. Номер страницы дегенді басатын болсаңыздар, қай жерден қоюға болатын мына жерде көрсетіп тұр. Көбінесе төменнен қойған дұрысырақ шығар. Внизу страницы дегенді басамыз. Осы жерден простой номер 1, простой номер 2, 3 деп тұр, немесе маған вертикальный контур ұнап тұр. Осыны басамын. Мынау нижний колон титул. Яғни сіздің текстіңізден бөлек астында тұрған, мына жердегі жолақшаның астында тек қана нумерация тұрады, не болмаса сіздің өзгермейтін ақпараттарыңыз. Кейбір жағдайларда, қандай бір документ жасаған кезде, ең астында фамилия, имя всегда тұрады, не болмаса кітаптың аты тұруы мүмкін. Бұл өзгермейтін жері. Бұл жерге Инстаграмымды жазып қоя салайын. Бұны мен оң жаққа қойғым келіп тұр. Осылай қоямыз. Енді төменгі колон титулдан негізгі текст жазатын жерге көшу үшін біз мына жақтағы негізгі текст жазатын жерге 2 рет басамыз. Сол кезде сіз мына жаққа өтесіз. 2 бет бар бізде. Қарасаңыздар, мына бірінші бет. Астын бассаңыздар, міне мына түсі қанық түске енді 1 деген саннан. Бұл сіздерге печатқа шыққан кезде қанық түспен шығады, бірақ текстпен жұмыс жасап жатқан кезде кішкене анық емес болып көрініп тұрады. Инстаграмым тұр бірінші бетте, мен бір жерге ғана енгіздім, естеріңізде болса, және нумерация бар. Астына қарай түсеміз. Тағы да Инстаграмым тұр, және нумерация 2 тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, сіздер уже нумерация қоюды үйреніп алдыңыздар.